Абай Құнанбайұлының толық адам ілімі. Адамды байлық емес, білімді емес, ең алдымен адамгершілігі биік етеді деген. Осыдан 180 жыл бұрын Абай Хакім бабамыз айтып кеткен. Оның толық адам ілімі бүгінгі жастар үшін де өзекті. Абайдың айтуынша толық адам болу үшін 3 қасиет үйлесу керек. Біріншісі ақыл, дұрыс ойлау. Екіншісі қайрат, әрекет ету. Үшіншісі жүрек, мейірім мен әділдік. Осы 3 қасиет бір адамның бойынан үйлесім тапқанда ғана адам кемелдікке жетіп, ол нағыз толық адам болады деген. Сондықтан Абай Хакім бізге тек оқуды емес, әр ұятты сақтауды, еңбекқор болуды, адал өмір сүруді үйретеді. Оның адамзаттың бәрін сүй деген ойы бүкіл адамзатқа арналған құндылық. Толық адам болу бір күнде жететін мақсат емес, бұл өмір бойы жалғасатын даму жолы. Егер әрқайсымыз ақылымызды, біліммен, қайратымызды еңбекпен, жүрегімізді мейіріммен тәрбиелей алсақ, Абай атамыз айтқандай, армандаған қоғамды бірге қалыптастырамыз. Өзіңді өзгертсең, қоғам өзгереді. Толық адам ілімі бүгінде ертеңде өз маңызын жоғалтпайды. Сондықтан толық адам ілімі өткеннің мұрасы ғана емес, бүгінгі күннің де өмірлік бағыты. Әр қайсымыз ақылымызды, біліммен, қайратымызды еңбекпен, жүрегімізді мейіріммен тәрбиелей білсек, Абай Хакім бабамыз армандаған толық адам болуға бір қадам жақындаймыз.